Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз осындай базарда сатып алатын корейский салат, капустадан жасалған корейский салатты өзіміз үйде дайындайтын боламыз. Ол үшін мен бір тарелкаға шығатындай қылып жасадым. Капустаның жартысын осылай кесіп алып, оны осылай 4 бұрышты етіп турап шығамыз. Тураған капустамызды ыдысымызға саламыз да, оның барлығын, кейбіреулерінің аралары жабысып тұрған жерлерінің барлығын осылай ажыратып, жұқартып аламыз да, барлығын араластырып аламыз. Оның үстіне бір шай қасық тұзымызды толтырып, бір шай қасық тұзымызды саламыз, және де 9% уксус, оны да бір шай қасық салып, жақсылап біркелкі етіп араластырып, қатты мұжбаймыз. Оның барлығын жақсылап араластырып, бетін жауып, тоңазытқышқа 1 сағатқа қойып қоямыз. Неғұрлым тоңазытқышта көп тұрса, соғұрлым капустамыздың дәмі келіп, әдемі болып тұрады. Енді осындай бір сәбізімізді алып, оны майда теркадан бір келкі етіп, ұзын қылып өткізіп шығамыз. Енді тоңазытқыштағы капустамызды алып, оның бетіне жаңағы өткізген сәбізімізді саламыз, және оның үстінен 1 шай қасық шекерімізді саламыз, және оның үстінен приправаларымызды саламыз. Барлық керекті заттарды описание бөліміне жазып қалдырып кетемін, сол жерден көрсеңіздер болады. Енді шекерімізді салып болғаннан кейін, бұның үстіне приправаларымызды саламыз. Негізі бұл салаттың дәмі біздің приправаларымызға байланысты шығады. Приправамыз, яғни бұл жерде жарты шай қасық кориандр, жарты шай қасық паприка, жарты шай қасық қызыл бұрыш, және 2 сарымсақты майдалап турап үстіне саламыз. Енді үстіне салып болғаннан кейін, бұның үстіне қызып тұрған майымызды осы приправалардың үстіне құямыз. Негізі қатты қызып тұрған майды сол приправаның үстіне құямыз. Сол кезде анау қатты ысыған маймен приправаның дәмі жақсы шығады. Сосын барлығын бір келкі етіп араластырып, оны да 1 сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Міне холодильникке қойып болғаннан кейін, 1 сағаттан кейін алып, ыдысымызға саламыз. Бізде осындай өте дәмі керемет корейский салатымыз шықты. Міне осыны кез келген тағаммен қолданып десеңіздер болады. Дәмі өте керемет. Егер салат ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий бөліміне пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Сау болыңыздар.